бағалайтын қағаз тастаймын, фамилияларыңыз жазасыздар, және бағалау беріледі, сол бойынша өздеріңізге баға қоясыздар. Сіздерге осындай үлкен сенім артып отыр, мұғалім емес, өздеріңіз бағалайсыздар, және әділ бағалауға тырысыңыздар. Таратылады. Бұрында білетін шығарсыздар, кіру және келесі бетінде шығу билеті бар. Көрдіңіздер ме? Ал кіру билетінде үйге берілген тапсырма бойынша ең маңызды мәліметтерді жазып түсіндіресіздер. Бұның сыртына фамилия жазамыз. Түсіндіңіздер ме? Қазір сіздерге тағы түсіндіремін. Таныс қоя, үйден оқып қоя, осыдағы, мысалы біз не жазсақ та, не жоспар құрамыз, е? Мысалы маған геосаясат деген үлкен тақырыпқа кіру билетін жаз десе, мен бұлай жазамын. Геосаясат, геокеңістік, Азияның геокеңістігі, Европаның геокеңістігі, ақш-тың геокеңістігі. Ресей, Канада, Қытай, ақш, Бразилия, Австралия, Үндістан, Аргентина, Қазақстан және Алжир мемлекеттері. Өте жақсы. Сізге сұрақ. Жер ауданы бойынша айттыңыз, е? Жалпы аумағы бойынша. Осы морфологиялық ерекшеліктің қай белгісі? Қаншасыншы немесе қай белгісі? Бар ма белгілері? Қанша белгісі бар? Осы мемлекет аумағының белгілері, яғни 5 белгісі маңызды болды, яғни ол жердің ауданы және ол жерлермен игерілу деңгейі, географиялық орны және де табиғи ландшафтың типі және де мемлекеттің шекаралары маңызды болды. Сонымен қатар осы 57-ші параграфте біз елдерді экономикалық, географиялық орны бойынша жіктеуді оқыдық. Бразилия, Ресей, Канада, Қытай, ақш, Бразилия, Австралия, Үндістан, Аргентина, Қазақстан және де Алжир. Тағы маңызды нәрсе. Болды ма? Жоқ. Мемлекеттің географиялық орнының ерекшеліктерін толықтай айтатын болсам, батыс пен шығысты қосатын анау транзиттік жолды айта кететін болсақ, оның транзиттік жолдың болуының бірден бір несі, пайдасы бұл экономикалық жағдайға тікелей әсер етеді. Анау өзге мемлекеттерден шикізаттарды алып келу немесе басқа заттарды тауарларды алмасуға көмегін тигізеді транзиттік жол. Немесе Қазақстанды алайықшы. Қазақстан. Біздің оңтүстік шығысымыз шөлейтті ма? Жарайды, оңтүстігіміз шөлейтті, шығысымыз таулы. Тип деген осы бала. Біздің Қазақстанның оңтүстік шығысы таулы, солтүстік батысы жазық. Ландшафтлық тип деген осы. Түсіндік қой, е? Екінші шашырақ әрқайсына жерде орналасқан. Үшіншісі бірігіп, ал төртінші екі не көрсетіліп тұр? Екі мемлекет көрсетіліп тұр. Яғни бір мемлекеттің бір бөлшегі екінші мемлекетке тиесілі болып тұр, е? Мұқият тыңдай қарайды. Солтүстік Африкада орналасқан Қарақұрымтау жер аумағы бойынша мемлекет. Ал жердің жер көлемі 2.381.000 километр квадрат. 9-ші орында Қазақстан. Евразияның орталығында орналасқан жер көлемі елдің экономикалық дамуын тежейді. Мүмкіндіктері аумақтың экономикалық дамуына және басқаруына қолайлы жағдай жасайды. Қауіп қатері Перу алатауларымен бөлінген егеменді шөлді аудандары немесе аңғарларымен аралас. Мұндай факторлар
Сонда анклавтар бар мемлекетте. Оның күшті жақтары басқа мемлекетпен алдымен анклав бар мемлекет деген білмейміз біз, ол не ол? Ол не ол анклав бар мемлекет деген? Жаңағы айтқандай біз тақтада көрсеткендей, екі құрамында басқа мемлекеттер бар, бірақ мемлекеттің қаласы бар. бірақ өзіне тиісті болып Басқа мемлекет бар. Ресей ше? Калининград Ресейдің территориясында ма? Дұрыс айтасыңдар. Ал енді осы мемлекеттердің Өзен аңғары бойымен алыс қашықтықта созылады. өте жақсы. Әлсіз жақтарына келген. Балалар, әлсіз жағын тыңдайықшы, созылыңқы елдің. Өте қызық. Бұл мемлекеттер теңіз аумағымен және де өзен аңғарларымен байланысқан. Одан кейін әлсіз жақтарына мемлекеттің басқару мен қорғаныстың қолайсыздығы, мүмкіндіктерге теңіз кеме арқылы шикізат тасымалдау, ал қауіп қатерге ықпал ететін болса, табиғи апаттар, судағы табиғи апаттар, кемелердің соқтығысуы, теңіздегі кемелердің соқтығысуы, немесе мұнайлардың төгілуі. Өте жақсы. Сіздерге қатысты факт айтып. жер көлемі үлкен болса да оны игеру қиын, және де табиғи ландшафтар, батпақтар, батпа аумақтары кездеседі. Міне бала, жердің ауданы бұл жерде рөл ойнап тұр, иә бізде? Өте жақсы, тиімсіз. Тиімсіз тұстары елдің игеру мен басқаруына кедергі келтіретін табиғи факторлар бар. Мысалы, елдің біраз бөлігін таулы аймақтарға ауыстыру, сондықтан да елдің тиімді игерілуіне кедергі келтіреді. Өте жақсы. Тыңдадық па? Достар, тұрақты экономикалық даму, елді тиімді басқару. Ұштан сұрайық. Қолыңызға қалам сабал, тақтаға шығып, бізге сол мемлекеттерді жігімен айтып, картадан көрсетіп берсеңіз. Евразия бойынша. Дұрыс, көрсетеміз жылдан. Суына еніп жатыр еді. Жер орта теңізін, өте жақсы. Норвегия. Қайтып етте? Скандинавия түбегінде Норвегия, Швеция жіктедік па? Жіктедік. Қалай жіктедік? Қалай? Ал енді Елдердің географиялық пішіні бойынша. өте жақсы пішіні. Елдердің экономикалық байланысы. Экономикалық байланысы. Төрт пішінді мемлекет, төрт түрлі пішінді. Созылыңқы мемлекет сіздікі. Географиялық пішін сіздікі. 8 балл. 8 балл. 9 балл. Картаға бір тұтас аумақты жасылмен, шашыраңда да сарымен анклав бар еді.